Ассалаумағалейкум достар. 18-ші сұраққа жеттік. 1716-1717 жылдары Ертіс өзенінің бойында тұрғызылған бекіністер. Ертіс өзені біздің Қазақстанның солтүстік бөлігінде, яғни солтүстік бөлігінде қалай Қытай жерінен бастап алып, Қазақстанның солтүстік бөлігі жағалай, яғни қазақтың Ертіс даласы, яғни солтүстік қазақ жазығы жерінде ағып жатқан өзен, географиялық анықтама беріп жатқаным ғой. Енді осы өзеннің бойында тұрғызылған бекіністер. Енді бекініс дегеніміз түсінікті, енді бұған жалпы тоқталайық. Қазақ даласында әскери бекіністердің пайда болуы. Енді кеттік айтайын. Патшалы Ресей, яғни осы Ресей патшалығы, Ресей империясы, яғни Сібірді жаулап алған, жалпы Сібірді алғаннан кейін мұхитқа дейін жетеді, яғни осы уақытта ендігі мақсаттары қазақ даласын отарлау саясат идеясын ұстанды. 1708 жылы қазақ яғни солтүстігіне жаулап алу мақсатында Сібір губерниясы, Сібір губернатор орталығын құрады, және де орталық ретінде Тобыл қаласын сайлаған екен. Одан кейін 1713 жылы Сібір губернатор, яғни Гагарин император Петр I-ге, яғни Ертістің бойын өледі деп бекіністер салу туралы ұсыныс жасайды. Міне Ертістің бойынан бастап, осы уақыттан бастап біздерге нелер келді, бекіністер. Яғни бекіністер салу арқылы қазақ халқын ысырып отырады, және де өзінің саясатын дәл осылай қазақ жерін жайлап жаулап алу саясат. Енді кеттік. Патша манағы айтылған ұсынысты жөн көреді, дәл осыған мықты өзінің бюджетіне ақша бөледі, қыруар қаржы бөледі. Соның нәтижесінде 1714 жылы әуелі Сібір бекінісі, одан кейін 17-ші жылы, сұрақта бізде 16-17 деп келді, көрдіңіздер ме? 1716 және 1717 жылдар. Міне 17-ші жылы Омбыда, Желинскіде, Ямышевта, одан кейін 18-ші жылы Семей бекінісі тұрғызылды. Яғни Семей деген атауы да айтылады, яғни 7 түрлі қалай үйдің орналасуы ма, қателеспесем, яғни осыдан бастап Семей деп аталып кеткен деген сияқты, Семей палата, Семей Палатинск, яғни одан кейін дәл осылай аталуы, 1720 жылдары Өскемен бекінісінің тұрғызылуы, осылай, яғни бірнеше бекіністер салу арқылы қазақ жерін осыған отарлаған болады. Мына Махамбет пен Исатайдың көтерілісі де осыған байланысты болды. Неліктен қазақ шаруаларының жерінің қысқарып қалуы, яғни малға жайылымдық жерлердің бүкіл орыс астына өтіп кетуіне қатты қарсы шыққан болатын. Дәл осылай енді қарайтын болсаңыздар, история жалғыз солтүстіктен басталып, Қазақстанның оңтүстігіне дейінгі аймақтарға жетеді. Енді жалпы жайық орыс казактардың күшімен 14 қамал салынған. Осы уақытта Қазақстан ірі қалаларының, бәлки бұл қалалардың негізі ретінде қарастыруға болады шығар. Осы кезден бастап бекініс салынды, мысалы Ақтөбе, Өскемен, Семей, бұл деген сөз отырықшылыққа көштік, яғни осы енді отарлады деген сөздің өзі де атауы бір осы нәрсе келеді ғой. Енді осы бастан бастап біз бір жерге тұрақталып қалдық. Жалпы енді қысқаша енді осының жеңілдетілген форматы бар ма, немесе жаттауға ыңғайлы болу үшін деген немен, міне осы бір нәрсені көрсек, осы нәрсені скриншот жасап алсаңыздар болады. 1640 жылы Гурьев, яғни Гурьев қазір Атырау, одан кейін Жәміш, Омбы, Желинск, Семей, Павлодар, Өскемен, Черногорск, Орынбор, Петропавл, Бұқтырма, дәл осылардың бәрі жеке бекіністердің салынып басталуы. Верный, қазіргі Алматы, мысалы дәл осылай 1869 жылы Ақтөбе. Жасап алсаңыздар, скриншот жасауыңыздар. Негізгі мәліметтерді қараймын десеңіздер, және қалай Ресей патшалығының қалай Ресей жерін отарлау туралы ютубта да видеолар көп, негізі шын айтқан кезде осы нәрсені қарауға кеңес беремін. Яғни қазақ жерін қалай отарлады, 70 жыл ішінде ол толыққанды қазақ жерін алатын еді ғой. Жалпы енді негізгі сұраққа жауап беріп жүр. Енді 1716-1717 жылы Ертіс өзені бойында тұрғызылған бекіністер бізде Омбы, Желинск болды.